Саламатсыздар ме? Бүгін мен сіздермен қауынды қыс мезгіліне қалай сақтау рецептін бөлісейін деп отырмын. Қауынды қыс мезгілінде осылай турап сақтауға да болады, немесе варенье қылуға да болады. Менің каналымда қарбыздан жасалған варенье бар, тосап сол сияқты варенье жасауға болады. Ал енді қауынның өзін қалай сақтаймыз? Ол үшін қауынның ішіндегі дәнін жақсылап тазартып аламыз да, қауынымызды сақтап тураймыз. Қатты сақтамаймыз, орташа қылып тураймыз да, мынадай ыдыстарға салып қоямыз. Қыс мезгілінде жегенде дәмі керемет болады. Сіздерге де кеңес беремін. Осындай қылып қауынды сақтап қыс мезгіліне жеуге. Менің каналымды қолдап, лайк басып, комментария жазып кетулеріңізді өтінемін. Рахмет сіздерге.